сәлем айтың, өздерің аман болыңдар. Барлық жақта сендерде болсын, жылы құтты болсын. Тек жақсы осындай тойға, қызыққа, жақсы тілге келіп тұрыңдар. Мынау келдім, және сіздерге мына естелік белгі болсын деп мынау. Әр елдің төрінде тұрсын, барғасын балдарға келінге беріп дада қалмасын. Сен білмейсіңдер ғой мынау. Құрметті Самат Қазыбайұлы. Самат қайда? Ал қолсау отырмыз ана. Қайда? Құтты болсын. Сатылықбай деп берген ұлы. Сатылықбай қайда Сатылықбай? Ай, сенің атып балам Сатылықбай. Солай ма, онда Сатылықбайға сайламайды. Аман бол. Сөйлетіңді өкет. Ал Әбдімәжит Бақтыбайұлы қайда? Мына Ғайбулла Өтекбайұлы. Орынбасар Дүйсенбайұлы. Бахауаддин Анашеркиұлы. Азамат Балтабайұлы. Сапарбай Сатылықбайұлы. Әжнияз Құтлықожаұлы. Құтлықожа. Мұратбай Бақтыбайұлы. Рүстем Орынбасарұлы. Ақжігіт Орынбасарұлы. Ғайраттин Камалетдинұлы. Кенжебай Аманбергенұлы. Рашид Тұрдыбайұлы. Нұрмағамбет Тілеубайұлы. Дінмұхаммед Тұрдыбайұлы.
мынау Самат Қазыбайұлына мынадай алғыс хат бар екен. Сізді тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын толыққанды қарсы алу шараларына арналған 18 ғасырда өмір сүрген даңқты қолбасшы айбынды саясаткер, ел егемендігі жолындағы құрбан болған тарихи тұлға Бөгенбай Батырдың өр рухын ұлықтау, қастерлеу, насихаттау мақсатындағы облысаралық және республикамызда өткізіліп жатырған жұмыстарына қатысып, көмек беріп және ұйымдастыру барысында белсенділік танытып, қосқан үлесі үшін алғыс білдіріп, Бөгенбай Батыр қоғамдық қорының директоры Көбен мырза сыйлаған екен. Келді. Ал сөз соңында айтайын дегенім мына балаларыма, сіздер піл бекетті білесіздер ғой. Піл бекетті білесіздер ме? Біздің сыйлатын бекетімізде мына мұғал атайтын сол бекеттің атасы. Сонда өздеріңіз мына алғыс хаттарды, суреттерді бір қасиетті мұрағат деп есептеп, жерге тастамай, лас қылмай, жақсылап жолдарыңыз қайып, жолдарың оң болсын, аман болыңдар. Тек ауылдарың аман-есен жетіп жақсылыққа келе беріңдер. Рахмет бәріңе. Ал енді жігіттер, алғыс хаттарыңыз құтты болсын. Айтып отыр ғой ағалар, үйіңізге төріңізге қойыңдар деп еске алып отырасыңдар. Ал енді ағайын, мынау енді бүгін той деп жатырмыз ғой. Кішкене тамақ жегенше, сөйлей бергенше, бір азғантай музыкалық стилеріңіз бар, соны қабыл алыңдар. Одан кейін үлкен ақсақалдар шығып, бір-біріне мына жігіттерге тілек айтып отырсын. Ал енді соған дайындалыңдар. Рахмет. Ал ән тыңдайық. Yeşil